Қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өте бір пайдалы, тез көмегін тигізетін маскамен бөлісетін боламын. Яғни жылдаған алоэді аламыз, 3 терін, бір банка суға, яғни бір стакан суға, өзіңіз қалағанша бір суға салып қоясыз. 15-20 минут суда тұру керек, яғни анау тірленеді, живы, свежий болады. Одан кейін алып, оны салфеткаға дұрыстап сүртіп аламыз. Одан кейін құрғатып алғаннан кейін оның сыртындағы кожурасын пышақпен тіліп аламыз. Яғни сыртын тазалап, үстіңгі жағын аламыз да, одан кейін қасықпен ойып банкаға саламыз. Көріп отырғаныңыздай барлығы оқтаумен еземіз, оқтаумен жұмсартып аламыз ішіндегі нелердің барлығын. Ең қажетті дүние оның ішінде ғой, барлығын жұмсартып дайындап аламыз. Көрдіңіз ба? Одан кейін пышақпен тіліп кожасын аламыз. Алғаннан кейін барлығын тазалап, қасықпен алып, банкаға салып, ағаш қасықпен былғаймыз. Яғни ағаш қасықпен былғағаннан кейін ол кішкене сұйықтау болады. Одан кейін өзіміздің күнделікті қолданып жүрген кремдерімізге, бет тазалайтын лосьондарға қосып қойса болады. Бір шай қасықпенен маска жасап, кремнің ішіне қосып бірге жағуға болады бетімізге. Көріп отырғаныңыздай, міне осылай аккуратно барлығын алып шығамыз. Одан кейін бұны ішуге де болады, яғни ішкенде 200 мл суға, стакан суға бір қасық, бір столовый ложка, бір үлкен қасықпенен аламыз да ішіне салып, күніне бір рет қабылдасақ болады, яғни таңғы аста ішіп болғаннан кейін қабылдасақ болады. 15 күн осылай ішесіз, күніне бір рет, одан кейін 2-3 апта демалып, одан кейін егер қайталағыңыз келсе, тағы бір курс ішсеңіз болады. Бұл яғни барлық асқазанды, ішек құрылыстарын, жуан ішекті, барлығын шлактардан тазалайтын болады. Көрдіңіз ба, егер балды жақсы көретін болсаңыз, балды қосып ішсеңіз де болады. Яғни бір шай қасық бал қосып ішсеңіз, өте дәмі ерекше болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, келесіде бұдан да қызық, бұдан да керемет маскалармен бөлісетін боламын. Бұл маска әжімді кетіреді, бетті жылтыратады, жұмсартады, беттің әжімдерін тартып, 15-20 күнде күшті результат көресіңдер. Рахмет.